Мұндағы 2000-нан асатын студенттердің бос уақыты жоқ. Бірі мамандықтары бойынша жобалармен айналысса, ал бірі өзін-өзі басқарудың бірыңғай органы ретінде студенттік тіршілік әрекетінің маңызды мәселелерін шешуге атсалысып жүр. Бұл ретте 80 студент мүшелік ететін студенттік парламент бар. Олардың басты мақсаты жастар саясатын жүзеге асыру, жастардың қоғамдық маңызды бастамаларын қолдау болып табылады. Біз осы уақытқа шейін нашақорлық бойынша құқық фракциясы бізде жұмыс жасады. Суицидтің алдын алу немесе жаңағыдай студенттердің өзін-өзі басқару бойынша өзі соны және бақыт фракциясы, яғни психология жұмыс жасады. Психологтарды шақырып арнайы жұмыстар өткіздік. Одан кейін мәдениет фракциясы ол бойында өнері бар студенттерді жаңағыдай сахнаға шығарып, үлкен сахналардан, яғни өзіміздің сахнамыз бар, немесе басқа қала, осы Шымкент қаласының көлеміндегі жарыстарға апарып, алаңға шығарып, өнерін көрсеттік, қолдау көрсеттік. Ал енді сонымен қатар дебат фракциясы бар. Өз ойын ашық айтатын жастардың барлығын бір алаңға жинап, осы дебаттан үлкен алаңдарға шығардық. Мәселен, біз соңғы рет Ақиқат дебат клубын білесіздер, пікірсайыс орталығын Мұхтар Әуезов университетінде. Сол жерде ерікті түрде қатысып, енді жүлделі орын алмасақ та, өз деңгейімізді көрсетіп қайтқан болатынбыз. Политехникалық колледжге де барып жарысқа қатысып қайттық. Бірнеше пікірсайыстан жолдастық кездесулер ұйымдастырдық, басқа колледждерге барып. Енді алдағы уақытта бұдан да үлкен жоспарлар бар, үлкен қадамдар бар. Алдағы уақытта біз дами береміз деп үміттеміз.